Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli shogirdlar. Bugun bizde amsila kitobi bo'yicha so'nggi dars. Alloh taolaning qalamidan biz so'nggi darsga yetdik. Endi aynan bu boshlang'ich dars qo'y. Sarf ilmi bir necha dengayda tursa, bu birinchi dengayning birinchi kitobi. Birinchi dengayning o'zida 3 kitob. Ya'ni bizning juya bo'yicha ol amsila bina maqsud. Bu birinchi dengayni bitirgandan keyin ikkinchi kitob u уже easy bo'lib topiladi. U o'rtangi dengay, odan keyingi dengay bizda 3-dengay ol Marahul Arwah kitobi. Marahul Arwah ol jo'g'argi dengay, ya'ni немесе uni 2 men 3 ning o'rtasida turgan dengay desak bo'ladi Marahul Arwah kitobini. Al eng jo'g'argi dengay ol Imom Ibn Hajibning Shafiya kitobi. Odan keyin kitoblar ketaveradi, ular o'ta ko'p. Biroq o'sha dengaylarda bitirsang, sen sarf ilmining belgili bir dengayda mamani bilgiri desak bo'ladi. Әрине тек олардың мәтіндерімен оқып шектелмей, олардың шарықтарында оқу маңызды. Әр кітапқа жазылған шарықтар көп, тіпті әмсиляның өзіне жазылған шарық бар, бинаға жазылған, мақсудқа жазылған шарықтар бар, оларды оқу керек. Қосымша ретінде, сондай-ақ айзиге жазылған шарықтар өте көп. Оның барлығын иншалла кейін түсіндіре жатармыз. Жалпы біз сарф ілімімен аса қатты бір танысқан жоқпыз. Оның тарихымен, оның жаңағы белгілі бір мақсаттарымен, пайдасымен, оны иншалла келесі бір дәрістерде, бина дәрісінде мүмкін айта жатармыз. Өйткені бастауыш дәріске, бастауыш шәкіртке ол нәрсе керек емес. Бастауыш шәкірт бірден жетістіктерді жіктеп түсініп кетсе, сол жеткілікті болады. Қалған барлығы иншалла өз ретімен, өз уақытымен келеді. Бүгінгі енді соңғы дәрісте біз қалған екі исім мен екі фиалды өтеміз. Ол бізде исім біріншіден исім фаил мубалиға, исім фаил мубалиғаны білеміз, бұл күшейту. Біз өткен ережеде айтқандай, екілік бізде әрдайым не болады? Соңында әне қосылады. Мысалы біз нассорын десек, сонда біз әне қосамыз, нассорани болады. Ал жамағаны айтқан кезде нассоруна. Бұл бізде муфрат музаккар, тәсния музаккар, жама музаккар. Шақ не жоқ бізде? Жақ жоқ. Үшінші, екінші, немесе бірінші жақ жоқ. Сен онда мысалы мен нассар десе, ана нассар дейсің. Ол нассар, хуа нассар. Сен нассар болса, анда әнті нассар. Болды. Әйел тегіне біз не қосамыз? Соңына та марбутаны қосамыз. Бұл әйел тегінің белгісі. Сонда нассаратун. Соңына екілікте нассаратани. Ал көпшетінде әтінді қосамыз, сонда нассаратун. Мінекей болды бізде исм фаил мубалиға осымен. Тамам. Келесі бізде исм тавдил. Исм тавдилдің жүктеуі. Музаккардан бастасақ, авдалу. Назар аударыңыздар, хамзасы қат'i, соңында тәнвин жоқ. Авдалу. Авдалун десең ол қате болады. Тәсіне қыламыз. Авдалани. Жама қыламыз. Афдалуна. Және де бұның жамы музаккар сәлім, оның тағы да жамы музаккар таксирі бар. Жамы таксирі бар. Ол мысалы афадилу. Афадилу бұның да станвині жоқ. Жарай ма? Енді осы музаккар болса, оның муанасы бар. Муанасы фудла. Фудла. Сонында алиф мақсура нүкте қоймайсыз. Нүкте қойсаңыз ол алиф болмай қалады, ол не болады? Я болып қалады. Жақсы, сол үшін алиф мақсура я күйінде жазылады, бірақ не істелмейді? Нүктесі қойылмайды. Фудла, екілік жасақ. Фудла яни. Осы жерде қайтадан яға айналады. Фудла яни. Көпше қылсақ? Фудла ятун. И соңында оның несі бар? Фудалу деген көпше түрі жама таксирі. Бұл жама таксир болып саналады, муанасының фудалу. Исм тавдилия. Жақсы? Фудалу осымен жама муанас таксир болды. Енді бұл исімдер осымен бітеді. Енді бізге не келеді? Фи'л та'ажуб ауал. Бірінші та'ажуб ол ма ансараху. Осы жерде біз жігіттер, немесе шәкірттер, ма ансараху. Ансара дегенді, ма ансараны қалдырамыз да,
тек соны өзгертеміз. Хума, ма ансара хума, ма ансара хум, муаннасқа ма ансара ха, муаннас тәсняға хума, және де хунна болады. Яғни ма ансара ху, ма ансара хума, ма ансара хум, ма ансара ха, ма ансара хума, ма ансара хунна. Не өзгеріп жатыр? Тек қана дамир. Дамир деген мынау есімдік. Жақсы, дамир деген не? Есімдік. Осы есімдік өзгереді. Мынау ғойыптың есімдіктері. Хуа, хума, хум, ха бұл жерде муаннас. Жақсы, хия емес, ха дейміз. Өйткені етістікке хия жалғанбайды, етістікке ха жалғанады. Жақсы, хума және хунна. Енді музаккараға, мұхатапқа келсек, ма ансара ка, ма ансара кума, ма ансара кум, ма ансара ки, ма ансара кума и кунна болып сонымен бітіреміз. Сонында ма ансара ни, мына жерге нүкте қоямыз, өйткені я ғой. И сонында ма ансара на. Осымен бізде фиал тағажиб ауал бітті. Енді келесі бізде екінші ансир бихи. Ансир бихи хамза қоямыз. Бихима, бихим, биха, бихима, бихунна. Бихунна. Енді бихунна, дұрыс. Ансир бихинна. Дұрыс, бихинна де, дұрыс, бихинна, я. Ансир бихинна. Музаккара мұхатапқа келсек, бика, бикума, бикум, бики, бикума, бикунна. Бикунна, бикинна емес, бикунна. Сонында бини, бина. Яғни, мысалы, егер де ол жамала яжбан деп болса, немесе хасана яхсану, ма ва ахсин бихи. Ол қандай жақсы, я? Ахсин бихи. Ахсин бихима десек, ол екеуі қандай жақсы. Ахсин бихим десек, олар қандай жақсы. Ахсин биха десек, сен қандай жақсысың. Болды ма? Осы ғана болады. Мен бізді сетөш қалдым, ората кейде ондай болып тұрады. Бірақ жалпы түсінікті деп ойлаймын. Тақтадағы көрініп тұр деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса, бар ма? Жоқ, жақсы. Онда иншалла Алла тағала бізге баршамызға пайдалы білім берсін. Осы дәрісті көрсеңіздер, басқалармен бөлісіңіздер. Және де пікірге бір-екі сөз қалдырып кетіңіздер, басқалар да көріп таралсын. Жақсы, ассаламу алейкум рахматуллах.